Баршаңызға сәлем. Бүгін чупа-чупстысын жасауды көрсетемін. 210 граммдық фото бумагаға 5 полей шығарамыз. Бізге желім, дыракол, қайшы, чупа-чупс қажет. Әр бөлікті линия бойымен қиып шығамыз. Бұл шаблондардың электронды түрін жеке немесе біздің Bonbon каналына қосылып ала аласыздар. Дыраколдың көмегімен белгіленген жерді кесіп шығамыз. Шаблонның 4 жерінен линияларды басып шығамыз. Қағазды бүгу ыңғайлы болу үшін осылай крючокпен басып шықсаңыз болады. Сол кезде қағазды бүккен кезде қағаз сынбайды. Міне қағазды бүккен соң осындай қалыпқа келеді. Чупа-чупс таяқшасын тесіктен өткізіп, шаблонды жабыстырамыз. Әбден жабысқанша дейін басып ұстап тұрыңыз. Диаметрі 3 см чупа-чупс қолдандым, ал одан кішкентайы ішінде бос тұрады. Видео сізге пайдалы және ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет, осындай видеолармен бөлісуге тырысамын. Келесі кездескенше.